Араб тілінде әріптердің дыбысталуы үшін арнайы белгілер қолданылады. Ол белгілер харакат деп аталады. Харакаттар үшеу: фәтха, кесра, дамма. Фәтха ол әріптің үстіне қойылатын сызықша дыбысын білдіреді. Кесра әріптің астына қойылатын сызықша ол дыбысын білдіреді. Ал дамма ол әріптің үстіне қойылатын үтір сияқты белгіше ол дыбысын білдіреді. Бүгінгі хәмза әрпін ол 28 әріптің ішіне кірмейді, бірақ ол өз дыбысын білдіреді. Оның келесі тақырыптарда өтеміз. Бүгін өтетін сабақ әлиф. Әлиф әрпі и, у. Дегенде ауыз ашылады. Ашық, ешбір кедергісіз шығу керек. Яғни мұрыннан шықпау керек. Ерін ашылады, жан жаққа езу ашылады. У деген кезде ерін дөңгеленеді.